Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы Қазақстан Республикасының еңбек құқық негіздері. Дәріс жоспары бойынша 4 сұрақ қарастырамыз. Бірінші бұл еңбек құқығы, әдіс тәсілдері, қағидаттары, еңбек қатынастары. Екінші сұрақта жеке еңбек шарты мен ұжымдық еңбек шарты және оның мазмұны. Осы жерде жұмыс және демалыс уақыты, еңбек ақыны да қарастырамыз. Үшінші сұрақ жеке еңбек даулары, оның құқықтық реттелу жолдарын қарастырамыз. Төртінші сұрақта тәртіптік құқық бұзушылық, еңбек табыстары үшін көтермелеу, жаза түрлерін қарастырып өтеміз. Бірінші сұрақ аясында еңбек құқығы дегеніміз не? Соған анықтама беріп кетейік. Еңбек құқығы дегеніміз меншігі мен шаруашылық түріне байланыссыз, жұмысшылардың барлық санаттарының еңбекке байланысты қоғамдық қатынастарын реттейтін құқық саласы болып саналады. Еңбекті құқықтық қатынастар келісімдерде, еңбек ұжымдық шарттарда және жұмыс берушінің актілерінде көзделген құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру кезінде жұмыскер мен жұмыс берушінің арасында туындайтын қатынастар болып танылады. Осы қатынастарды реттейтін негізгі әдістер бар, яғни құқық негіздері 4 түрлі әдіс арқылы реттеледі. Оның біріншісі еңбек жағдайларын орталықта мемлекеттік реттеу. Екінші, еңбекті құқықтық қатынастардың құқықтық шартты түрде ғана пайда болуын, өзгеруін және жойылуын қарастырады. Үшінші, еңбек қатынастарын реттеуге еңбек ұжымдарын және кәсіподақ ұйымдарын қатыстыру. Ал төртінші әдіс өзара міндеттемелерді орындау мен еңбекті қорғау құқығын қамтамасыз етудің ерекше тәртібі болып танылады. Осы негізде еңбек нормасы дегеніміз не? Соған тоқталып кетейік. Еңбек нормалары еңбек шығынын өлшем болып табылады. Яғни бұл жерде жұмыс істеу, уақыт, қызмет көрсету нормалары және қызметкер үшін техниканың, технологияның, еңбек өндірісін ұйымдастырудың қол жеткен деңгейіне сәйкес белгіленеді. Еңбек нормаларын енгізуді, ауыстыруды және қайта қарауды жұмыс беруші жүргізеді. Еңбектің жаңа нормаларын енгізетіні туралы жұмыс беруші қызметкерлеріне кемінде 1 ай бұрын хабардар ету керек. Еңбек құқығының негізгі институттарына тоқталатын болсақ, олар бізде жеке және ұжымдық еңбек шарты деп 2 түрге бөлінеді. Енді осының әрқайсына жекелеп екінші сұрақ аясында тоқталып кетсек. Жеке еңбек шарты деп отырғанымыз не? Жазбаша түрде кемінде 2 дана етіп жұмыс беруші мен қызметкердің арасында жасалынған 2 жақты келісімді біз жеке еңбек шарты деп атайды екенбіз. Ол бойынша қызметкер белгілі бір мамандық, біліктілік немесе қызметі бойынша жұмыс берушінің актісін орындауға естеледі, міндеттеледі. Ал жұмыс беруші қызметкерлерге дәл уақытында және толық көлемде жалақысын және басқа заңдылықтармен және де тараптардың келісімімен қарастырылған ақшалай өтемдерді төлеуге, еңбек туралы заңдылықтармен және де ұжымдық шартпен еңбек жағдайын қамтамасыз етуге міндеттеледі. Еңбек шарты бірнеше түрде жасалуы мүмкін. Яғни ол белгісіз бір мерзімге жасалуы мүмкін, белгілі бір мерзімге жасалуы мүмкін, белгілі бір жұмысты орындау уақытында немесе жұмысты уақытша болмаған қызметкерді ауыстыру уақытында жасалуы мүмкін. Еңбек шарты осындай 3 негізде жасалуы мүмкін. Егер жеке еңбек шартында оның орындалу мерзімі жазылмаса, онда ол белгісіз бір мерзімге жасалынған болып есептелінеді. Жеке еңбек шартын 16 жасқа толған адамдармен жасауға жол беріледі. Ата-анасының бірінің, болмаса қорғаншысының, болмаса қамқоршысының келісімімен жеке еңбек шарты
оқудан бос уақытында денсаулығына зиян келтірмейтін және оқу процесін бұзбайтын жұмысты орындау үшін 14 жасқа толған оқушылармен де жасалуы мүмкін. Сондай-ақ жеке еңбек шарты ата-аналарының келісімімен, егер олар орта білім алған болса, яғни 15 жасқа толған тұлғалармен де жасалуға болады. Ата-аналарының келісімімен жазбаша түрде беріледі және бұл жағдайда ата-аналар жеке еңбек шартына кәмелет жасқа толмаған тұлғаға рұқсат беріп, бірге қол қояды. Қызметкердің еңбек функциясын орындау, яғни жаңадан жұмысқа кіру, жалпы шартта белгіленген жұмыстың басталу уақыты болып есептелінеді. Егер жұмыс беруші тарапынан тиісті дәрежеде жеке шарт болмаған немесе әзірленбеген жағдайда дейміз, жеке еңбек шартының мерзімі еңбекке нақты белгіленген сәттен басталады деп көрсетіледі. Жеке еңбек шарты жасалғаннан кейін жұмыс беруші қызметкерлерді жұмысқа алу туралы бұйрық жасауға міндеттеледі. Онымен қол қою арқылы танысады. Қызметкерлер жұмыс уақытының толық емес ұзақтылығында көрсетілген немесе ұзақтылығын қарастыратын бірнеше орында жеке еңбек шартын жасауға құқысы бар болып танылады. Жеке еңбек шартын жасау үшін жұмыс беруші қызметкерлердің еңбек жолын дәлелдейтін құжаттарды сұрата алады. Жеке куәлігін, әлеуметтік жеке код берілетін туралы куәлігін, зейнетақылық шартты, 16 жастан кіші тұлғалар үшін туу туралы куәлігін, білімі туралы немесе кәсіптік дайындығы туралы құжаттарды және заңдылықтармен қарастырылған басқа да құжаттарды талап етуге құқылы болып танылады. Осымен берілген бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта осы тақырыпты ары қалай жалғастырамыз.